Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге селедка под шубой салатын ерекше етіп балық формасында жасайтын боламыз. Алдымен қызылшаны, картопты, сәбізді суда қайнатып пісіріп аламыз. Балықты қылтанақтарынан тазартып аламыз. Содан кейін көкөністерді үккіштен өткізіп алып, балықты майдалап тураймыз. Қызылшаға майонезді салып жақсылап араластырамыз. Міне осындай балықтың формасын аламыз. Қызылшамызды шет жағына жаймалап жағып шығамыз. Ендігі кезекте картопты біркелкі етіп жайып шығамыз. Картоптың үстіне сәл ғана тұз сеуіп майонез жағамыз. Сәбізімізді де дәл солай етіп жаймалап, үстінен майонез жағамыз. Ең соңғы қабатына балықты саламыз. Бетін пакетпен жауып, формадан оңай шығарып алу үшін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Формадан сәл ғана басып шығарып аламыз. Түйіршік қара бұрыштан көздерін жасаймыз. Дастарханыңызды ерекше етіп жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.